Сәлем баршаңызға, сіздерге өте дәмді, керемет, және мен осыны тапсырыспен пісіріп жүрмін. Соны YouTube каналыма салайын деп шештім. Дәл осы видеодағыдай қылып рецептісін жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ситодан өткізілген ұнымызды салып, және үстіне холодильниктен шыққан майымызды, және сапалы болу керек ол майымыз, 82-72% аралығында болған жақсы. Ұнымыздың үстіне салып, разрыхителімізді салып, бәрін ұнтақтаймыз. Одан кейін қантымызды және бір жұмыртқамызды венчиктің көмегімен араластырып, қантымыз ерігенше, одан кейін манағы ұнымыздың үстіне салып, осындай тесті болып шығады. 15 минутқа холодильникке целлофанға салып қоя тұрамыз. Оған дейін начинкасын істейміз. Начинкасына бізге сапалы қаймақ керек, 20%-тік. Осы 400 грамның бәрін салып, оның үстіне кукурузный крахмал және ванильный сахар деген болады. Соны салып, одан кейін біз тыржелания немесе дептің сгущенкасын пайдаланамыз. 280 грамдай. Менде мына видеода 284 болып кетті, ештеңе етпейді. Соның бәрін венчиктің көмегімен араластырамыз, әбден біріккенше. Одан кейін біз үстіне қоятын шабдалы, яғни персиктің қабығын ашып аламыз осылай, және ортасын бөліп кесіп аламыз. Формамызды дайындаймыз. Менде осындай 24-тік форма. Осыған жаңағы тестімізді холодильниктен алып, осылай формамызға келтіріп, жан-жағына бортик салып, артық жерін пышақпен кесіп тастадым мен. Тестімізді кесіп болғаннан кейін вилкамен тесіп шығамыз. Ол жақсы пісуіне әсер етеді. Жаңағы начинкамызды үстіне құйып, шабдалыны әсемдеп шығып, алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 160 градуста, өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Мен 160 градуста 35-40 минут пісіріп шықтым. Өте дәмді болып шықты. Пештен шыққаннан кейін холодильникке 2 сағатқа қоя тұрамыз. 2 сағат өткеннен кейін осылай пышақпен алып, кесіп шығып, столымызға қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, немесе тапсырысқа да пісіруге болады. Менімен бірге соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лүпіл басып, комментарий қалдырып кеттіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.